ертеде Аружан деген қыз өмір сүріпті. Ол сыртта сурет салғанды және ойнағанды жақсы көретін, әсіресе қарындаштармен. Күнде күн шыға сала Аружан бір қорап түрлі түсті қарындаштарды алып аулаға жүгіретін. Онда ол достары Алдияр мен Мадинамен кездесіп, олармен үнемі қызықты бірдеңе ойлап тапты. Бір күні таңертең аспан көгеріп, құстар бұтақтарда қуанып сайрап жатқанда, Аружан жаңа ойын ойлап табуға бел буды. Сол күні ол қарындаштарды ғана емес, үйінің жанындағы саябақта тапқан ұсақ тегіс тастарды да алды. Аружан, бүгін не істеп жүрсің? Деп сұрады Алдияр оның қарындаштарды түстеріне қарай қалай мұқият орналастыра бастағанын көріп. Мен әдеттен тыс нәрсені салғым келеді, оны қызықты ойынға қолдануға болады. Деп жауап берді. Аружан көздері қуаныштан жарқырап. Бұл не болады? Мүмкін сиқырлы құлып шығар. Деп ұсыныс жасады. Мадина бір кездері бүкіл елді сарайлар, айдаһарлар мен ханшайымдар бейнелегенін есіне алып. Жоқ деп жауап берді. Аружан, бүгін біз классиканы саламыз, бірақ мен біздің классиктердің сиқырлы болғанын қалаймын. Алдияр мен Мадина бір-біріне қарап, сиқырлы классика бұл қалай? Аружан сурет сала бастады. Алдымен ол бір үлкен сызық сызды, содан кейін ол төрт бұрыштар сала бастады. Алғашқы бірнеше квадраттар әдеттегідей болды. 1, 2, 3, 4. Бірақ содан кейін ол жасыл борды алып, шаршылардың бірінің орнына шеңбер сызды. Содан кейін көк түсті алып, 6-шы шаршының жанына жұлдыз салдым. Ал соңғы жанасу 8-ші және 9-шы шаршыларды байланыстыратын кемпір қосақ болды. Сурет жарқын және таңқаларлық болды. Міне, бұл жай ғана классика емес, бұл әр элементтің өзіндік сиқырлы мәні болатын ойын деп түсіндірді Аружан сурет салып болған соң. Бірақ оларды қалай ойнауға болады? Деп сұрады Алдияр жердегі ерекше пішіндерге қарап, қабағын сәл түйіп. Аружан ережелерді түсіндірді. Шаршыға секірсең, бұл әдеттегідей, бірақ сен, мысалы, бақаға айналасың, жұлдызда сіз тілек айта аласыз, және бұл тілек ойынның бір бөлігіне айналады. Ал сіз кемпір қосаққа жеткенде, сіз бұлттағы сиқыршы сияқты ұша аласыз. Достар бұл идеяға риза болды. Олар бұрын соңды мұндай ерекше классиканы ойнамаған. Бастайық. Деп Мадина айқайлап, кішкентай қызғылт тасты бірінші болып алды. Ол оны бірінші шаршыға лақтырып жіберді де күле секіре бастады. Тас шеңберге жеткенде Мадина сәл ойланып тұрып, мен мысық боламын, деді. Ол ептілікпен еңкейіп, бір шаршыдан 4 бұрышқа секіре бастады. Өзін нағыз мысық сияқты етіп әсем қимылдар жасады. Аружан мен Алдияр күліп оны жігерлендіріп жіберді. Бірақ Мадина жұлдызға жеткенде тоқтап, келесі айналымда бәріміз құсқа айналғанымызды қалаймын, деп тілегін білдірді. Осыдан кейін ол кемпір қосақтың үстінен секірді, және өзін қанатты етіп көрсетіп, соңына дейін ұшты. Ендігі кезек Алдиярға келді. Көк тасты лақтырып жіберді де, Мадина сияқты секіре бастады. Тасы шеңберге тигенде, мен бақа боламын, деп айқайлады. Ал ол екі аяғымен дірілдегендей дыбыстар шығарып көңілді секіре бастады. Содан кейін ол жұлдызға жетіп, менің тілегім, барлық секірулер кенгуру сияқты биік болсын. Енді барлығына нағыз кенгурулар сияқты жоғары секіруге тура келді. Алдияр кемпір қосаққа секіргенде, ол да Мадина сияқты оның арасынан ұшып күліп, ұшатын кейіп танытты. Ақыры Аружанға кезек келді. Ол қиыршық тас лақтырды. Ол дәл шеңберге түсті. Мен көбелек боламын, деп мәлімдеді. Ол қолдарын қанаттай қағып, шаршыдан шаршыға оңай секіре бастады.
Ол жұлдызға жеткенде, оның тілегі қарапайым болды. Мен ойнауды жалғастыру үшін әрқайсымыз алаңның бір бөлігін қарындашпен салғанымызды қалаймын. Осыдан кейін бәрі бірге қарындаштарын алып жасай бастады. Мадина гүлдермен көмкерілген кең жайлауды, Алдияр балықтары бар шағын көлді, Аружан жеміс ағаштары өскен әсем бақты бейнеледі. Енді олардың классиктері нағыз сиқырлы елге айналды. Балалар күн сайын ойын алаңына өздерінің сиқырлы ойын ойнауға келді. Олар жаңа ережелер ойлап тапты. Асфальтта көбірек жаңа элементтерді сызып, қарапайым ойынды таңғажайып шытырман оқиғаға айналдырды. Олар құстарға, жануарларға, сиқыршыларға және саяхатшыларға айналды. Квадраттар, шеңберлер мен жұлдыздар әр уақытта жаңа нәрсені ұсынды, өйткені әрбір секіру арқылы жаңа сиқырлы мүмкіндіктер ашылады. Бірақ ең бастысы, балалар шығармашылық кез келген ойынды қызықты әрі қызықты ететінін түсінді. Қарындаштар мен кішкене қиялдың көмегімен сіз әрбір сызық, әрбір секіру сиқырлы шытырман оқиғаға айналуы мүмкін бүкіл әлемдерді жасай аласыз. Және бұл оларға үлкен бақыт әкелді. Осылайша жаз өтті. Әр күн күлкіге, қуанышқа және жаңа жаңалықтарға толы болды. Жігіттер енді кәдімгі қопсытқыш ойындарын ойнамайтын болды. Олар өздерінің ережелерін жасап, әр күнді ерекше етіп жасады. Бір кеште күн көкжиектен батып, аспан сарғыш қызғылт түске боялған кезде Аружан, Алдияр мен Мадина орындыққа отырып, өздерінің жарқын суреттеріне қарады. Олардың қиялдарының іздері асфальтта қалды, жұлдыздар, шеңберлер, гүлдер мен кемпір қосақ. Олар осы іздерге қарап, өз туындыларын мақтан тұтты. Білесіз бе, деді Аружан күлімсіреп, бұл классика біздің күн сайын жасайлатын сиқырлы шытырман оқиға сияқты. Иә, деп қосты Алдияр, біз қалаған нәрсені жасай аламыз. Мадина аспанға қарап, ал ертең тағы бірдеңе жасай аламыз ба, әлде бір қамал саламыз немесе тұтас бір ел салармыз, деп қосты. Жігіттер күліп, ертеңгі ойынның жаңа идеяларын ұсына бастады. Осылайша Аружан, Алдияр және Мадина қарындаштар мен өздерінің қиялының көмегімен қарапайым заттарды ерекше заттарға айналдыруға болатынын білді. Жаз аяқталуға жақын болса да, олар өздерінің шытырман оқиғаларының жалғасатынын білді, өйткені шығармашылықтың сиқыры оған сенсеңіз ешқашан бітпейді.